Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Шын аты Мұхаммедқали, қазақтың лирик ақыны, жазушы, аудармашы. Ұлы жүздің Албан тайпасынан шыққан. Биыл ақиық ақынымыз Жауһар жыртының марқасы Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай оның шығармаларын насихаттау мақсатында мен мына өлеңді құрметті оқырман қауымы өздеріңізге жолдаймын. Ей өмір, Мұқағали Мақатаев. Дүниенің ағында, қарасында, мұңқ етпейсің қабылдап аласыңда, қарасымен шамаң жоқ таласуға. Ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында, желігесің, түсесің қара суға, құйын қуған қаңбақтай аласыра. Ей өмірім, зымырап барасың ба? Шыда, шыдай түс шыдадағы, шыдамдыны мұн өмір ұнатады. Үміттің құланиық қуатаңа, әйтеуір ұнатады. Өкінбе, өкпелеме бүгінге, өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақым бар жүгіруге. Түсінемін, жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой шыдай түс дамылдағы, үйоқтарын тәсілін қабылдауын, басқасынан басып табылмау. Шыдай түс тағы шыда, тауқуатқан тасыңның ағысына, бір жолықтай кіршіксіз намысына, қар суға болды алысуға. Келешегі Нені аңсаймын туған өлке туған жұрт сені аңсаймын. Неге аңсаймын білмеймін, неге аңсаймын. Ол демеудің адасқан қол демеудің сені аңсаймын туған ел онан сайын. Қуат берген дәмімен тұзылмаған, қаймағынды аңсаймын бұзылмаған. Гүлін сүйем шалғынын, бүрін сүйем, үнін сүйем масанын ызыңдаған. Сені аңсаймын қайнаған ақ бастаулар, ақ бастаулар самайын ақ басқанда. Сені аңсаймын қазіргі ақ тасжолдар, бұрынғы елден алғашқайда су кешіп